Құрметті әріптестер, БЖБ бөлім бойынша жиынтық бағалау, ТЖБ 90 бойынша жиынтық бағалау бойынша бірінші тоқсандағы кестесін құру. Бұл жерде 5 сыныптан алатын болсақ, 5 сыныпта 3 бөлім бар бірінші тоқсанда. Ол 3 бөлімнің бірінші бөлімі мәдениет, тіл және қарым-қатынас. Осы бөлім біткеннен кейін міндетті түрде бөлім бойынша жиынтық бағалау алыну керек. Келесі айда 2 және 3 бөлім бар. Бұл жерде жалпы берілген 5 сыныпқа бөлім бойынша 2 БЖБ саны болу керек. Сондықтан 2 және 3 БЖБ-ны бөлім бойынша жиынтық бағалауды біріктіріп тапсырма беру керек. Оны кестеге осылай сыйдырамыз. Және соңынан 90-дық жиынтық бағалау. Бұл жерде бұл 15-20 минут аралығында болу керек бөлім бойынша. Уақытын көрсету керек кестеде. Және бірінші тоқсан бойынша 45 минуттық тапсырмалар берілу керек. Және өтілетін күні соңынан, егерде күні өзгеретін жағдайда ескертуге кесте ашып қоямыз. Бұл кестесі бойынша түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер.